Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Сабағымды бастамас бұрын сіздерге бір өтініш айта өтейін. Каналға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып кетсеңіздер, мен өте қуанышты болатын едім. Ал олай болса, сабағымыз бүгін English Plus 5th grade students book at page 101. Бұның алдындағы видеомызда біз to be going to құрылымының affirmative and negative, яғни болымды және болымсыз сөйлемдерін қарастырған болатынбыз. Ал енді бүгін біз сұраулы түрін қарастырамыз, яғни сұраулы сөйлемде қалай жасалынады, соған тоқталатын боламыз. Now, exercise 1, complete the table with the words in the box. Яғни бірінші жаттығуға қарасақ, сөйлемді кестенің ішіндегі жоғары жақта кестенің ішінде isn't, am, are, is деген сөздер берілген, түбі етістіктер. Соны дұрыс қоя отырып сөйлемді толықтыруымыз қажет. Questions. Астындағысына қараймыз. Сұраулы сөйлемде түбі етістігі am, is, are деген түбі етістіктері есімдіктің, яғни мен, сен, ол, біз, сендер, олар деген есімдіктердің алдына шығады. Мысалға, мына жерде қараймыз. Am I going to study? Ал екіншісінде мына жерде бірде қарасаңыздар берілмеген. Яғни бұның жанында мына you, we, they деген есімдіктері берілген. Яғни you, we, they-да біз are деген түбі етістігін қоямыз. Сонда are you going to study? Немесе are we going to study? Немесе are they going to study деп өзінің ережесінде осылай аталынады. Үшіншісінде is қандай жағдайда қолданылады? Яғни жекеше түрдің тек үшінші жағында, he, she-да ғана біз is'ді қолданамыз. Яғни сұраулы сөйлем жасағанда біз is'ді he мен she-дің алдына шығарамыз. Is he going to study? Немесе егер she дегеніміз бізде қыз балаларды айтқанда қолданылады деп алдында да айтқанбыз. Ал he дегеніміз ер балаларды айтқанда қолданылады. Сонда is she going to study? Яғни бір қызды сипаттап тұр, ол оқиын деп жатыр ма? Ал жауап бергенде yes, I am, yes, you are, немесе yes, we are, yes, they are деп. Үшінші формада, үшінші жақта yes, he is, yes, she is деп жауап береміз. Ал егерде жоқ деп жауап беретін болсақ, no, I'm not, no, you are not, you aren't, қысқа формасында. No, we aren't, no, they aren't. Ал үшінші формада no, he isn't, no, she isn't деп жауап береміз. Жоқ деп жауап беретін болсақ. Сұраулы сөйлемде to be сұрақтары, яғни what, where, whom, who, when деген сұрақтар to be етістігінің алдынан шығады. Мысалға, what am I going to do? What are you going to do? Яғни сен не істеп жатырсың? What is he going to do? Ол не істеп жатыр деген сияқты. Жасалу формуласы осылай жасалынады. Ал осыған байланысты бірнеше мысалдар келтіріп қойдым. I am going to go to Dubai in spring. You are going to go to school tomorrow. He is going to study for improve his knowledge. We are going to travel to the mountain in winter season. You are going to travel to the mountain in spring. They are going to travel to the USA on Wednesday. Complete the questions and the answers. Яғни сұрақтарды және мына жердегі жауаптарын толықтырып жазу қажет. Are you going to watch a horror film? Yes, I am болады. He болғандықтан ана жерге is'ді қоямыз. Is he going to make a film? Ал жауап бергенде no, he isn't болады. Яғни сұрақтың басында is-бен басталып тұрма, жауап берген кезде де is-бен аяқтаймыз. No, he isn't деп. What are they going to do?
They are going to make a film. Are you going to be a famous actor? No, we aren't. Is Samad going to take David and Sarah sightseeing? Yes, he is. Are you going to do your homework now? No, I'm not. When are we going to see them? We are going to see them next week. Who is going to be the main actor? Aynur Niyazova is main actor. Exercise 3. Make the sentence into questions and the short answers. Яғни сұраулы сөйлем құрап және қысқаша жауап беру керек. He is going to win деген мына жерде болымды сөйлем берілген. Енді осыны сұраулы сөйлемге айналдырамыз. Сұраулы сөйлемде is he going to win? Yes, he is деп жауап береміз. Яғни дәл осы формуланы қолдана отырып төмендегі сөйлемдерді де осылай жасап шығамыз. Екіншісінде are the princess and the beast are going to fall in love? Yes, they are. Are we going to find my sister? Yes, we are. Are the criminals going to win? No, they aren't. Are you going to find your son? Yes, you are. Is the evil wizard going to die? Yes, the evil wizard is. Is winter going to end soon? No, winter isn't. Are the fish going to escape? Yes, the fish are. Exercise 4. Make questions with to be going to. To be going to құрылымымен сұраулы сөйлем жасау қажет. Яғни you болғандықтан біз бұл жерге are-ды қоямыз. Are you going to watch a film this week? Where are you going to on holiday this year? How many are books going to read this month? Are you going to play tomorrow? What is going to eat for supper tonight? Are you going to do your homework on time?